Бүгінгі балаларды не үшін ұруға болмайды? Маған көптеген ата-аналардан сұрақтар түседі. Бізді әке-шешеміз қағып жіберетін, ұрып жіберетін жөні келсе, бүгінгі балаларды олай істеуге болмайды деп не үшін айтасыздар? Біз содан кемқор болған жоқпыз, бір жеріміз бірдеме болған жоқ, жап-жақсы күн көріп жатырмыз деген сұрақтарды көп сұрайды. Ал ендеше біз соған жауап беріп көрейік. Біріншіден, біздің тұсымыздағы балаларда табиғатпен үндестік болды. Судың бойында, таудың баурайында, керемет табиғаттың аясында жүрді. Тіпті көшпелі өмірде өмір сүргендері де бар. Табиғат терапиясы деген бүгінгі ғылымда да бар. Өз алдына терапиялық әдіс тәсілдер арқылы біз білмейтін деңгейде жан жарақаты емделіп кетіп жататын. Екінші бір айта кететін үлкен дүние, бұрынғы балаларда ұлттық ойынның түрі өте мол, бай болды. 20 неше түрін біледі екен мен өзім ғана ойнаған ұлттық ойындардың өзінен. Ал бүгінгі таңда қаланың баласы батутқа секіруден, белгілі бір тығылмаштарды жасанды жарға өрмелеуді ғана біледі. Ары кетсе арқан тартар. Ал кезіндегі балалар үшін бұл ойын емес еді. Тар жерге қысылмайды. Кең табиғаттың аясында бір-бірін қуалап жүгіріп, судың бойында, орманның ішінде, ағаштың саясында, үйдің көлеңкесінде, жардың төбесінде деген сияқты жүгіріп жүріп, жалаң аяқ жүріп, бір-бірімен бір жылап, бір күліп, айғайлап, шулап, өзінің бүкіл эмоциясын шығарып, жаңағы ата-анасының қағып жібергендегі дүниелер оған жан жарақат есебінде қабылданбай кете баратын, емделіп кететін өздігінен. Ал бүгінгі балаларда бұндай мүмкіндік жоқ. Енді үшінші бір айта кететін дүние, бүгінгі балаларда тәуелділік басым. Бұрынғы балалар табиғатқа тәуелді болса, адамдармен қарым-қатынасқа тәуелді болса, эмоциялық қарым-қатынас түрлеріне тәуелді болса, бүгінгі балаларда смарт тәуелділік, экранға тәуелділік, жасанды қолмен жасалған құрылғылардың өнімдеріне, дайын контенттерге тәуелділік бар. Сөйлемейтін, коммуникация жоқ құрылғыларға тәуелділік. Міне, осы тәуелділік ол баланың өзінің стресін, ішкі күйінің қалыпсыздығын одан ары үдете түсетін дүниелер. Төртіншісі, бүгінгі таңдағы балалардың қимыл қозғалыс аясы және қарым-қатынас мәдениетінің аумағының аясы тар. Өткен буынның, оның алдындағы буынның қарым-қатынас аясымен салыстырғанда әлде қайда құдықтың түбінде жасап жатыр деуге толық негіз бар. 4 қабырғамен сырласқан, мектепке ғана барып келетін, ары кетсе кинотеатрға немесе мега сияқты ойын-сауық орталықтарына ата-анасымен, достарымен анда-санда бір барып келумен ғана шектелетін бала, туыс-туғандарын тек бас қосуда ғана көретін бала, көршілерін танымайтын бала сіздің ұрғаныңызды көтермеуі әбден мүмкін. Бұндай бала өзі де онсыз да психологиялық ақауларға бейім болады. Ал оның үстіне сіз қысым жасасаңыз, физикалық қысым көрсетсеңіз, ол мүлдем асқынып, жан жарақаты ұлғайып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да бүгінгі таңдағы балаларды ұрмаңыздар, адекватты қарым-қатынаста болыңыздар, саналы түрде шешіңіздер, мәселенің барлығын талқылап шешіңіздер деп айтатын бір себебіміз осы ағайын.